Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Сталкер KZ каналы. Достар, мен сіздерге видео басамас бұрын Арман KZ деген арнамды ұсынғым келіп отыр. Бұл жерден керемет видеолар көре аласыздар, яғни 3 видео бар ау меніңше. Яғни фаркур сияқты видеолар түсіреді. Мен өзім міне жатылдым. Так, колокольчикті бастым. Егер сіздер бұл Арман KZ таппай жатсаңыздар, ссылкасы описаниеда болады. Ендеше кеттік. Достар, мен сіздерге бүгін, яғни ютубтан қалай видео скачать етеді деген сұраққа жауап беретін боламын. Егер осы жерде смело лайктарыңызды басыңыздар. Мен қазір өзіме ұнайтын Али KZ-тің видеоларын бөлет. Қана видеосын скачать етсем екен. Так, достар, мен өзім видеомды скачать етуім керек ау деймін. Қазір ойыма ешнәрсе керек болған жоқ. Достар, мен қазір осы видеомды скачать етейін. Бірінші біз жерде үш точканың бер жағында репорт жасайтын сияқты соны басамыз. Яғни міне осы жерден копировать ссылканы басамыз. Және де сосын біз Google Chrome'ға кіреміз. Сосын достар, біз мына жерде осының ссылкасын қоямыз, міндетті түрде қоюымыз керек. Сосын мына жерді басамыз. Қазір бізге шығарып береді. Так, достар, мені видео шығарып берді. Бірақ бұған деспейсіздер, сосын видеоны жазуды аласыздар. Осы жердегі мына жерге М деген точка тұрады. ютубенің алдына SS-ті жазсыздар. Осылай, достар, мені өйтіп жібересіздер. Сосын save from бас солай, мені осы жаққа жіберді. Қазір, достар, мені тоқтаңыздар, достар, қазір мені достар, менің видеом астында мені скачать деп тұр. Жаңа мен видеодан ссылкасын қойдым. Одан кейін YouTube деген алдына SS жаздым. Достар, мені осылай скачать етеміз. Мен скачать етудемін. Достар, қазір осыны көріп, ал егер сіздер өйстіп шығып тұрса, әжердегі 3 точканы басасыз, сосын скачать дегенді басасыз. Сосын скачать, міне жерден скачать етіліп жатыр, көрдіңіздер, достар. Осылай видео аяқталады. Сіздерге осы видео ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Мен бұны сіздер үшін дайындадым. Сау саламатта болыңыздар.